Ағылшын тілінде сөздер үйрену 3-ші сабақ. Бүгінгі сабақта біз тағы да 50 жаңа сөзбен танысатын боламыз. Сонымен бастадық. Ағылшын тілінде зат есім қазақ тіліндегідей септелмейді, яғни кітаптың, кітапта, кітаппен деп жалғаулар жалғалынбайды. Керісінше, ондай жалғаулар мынандай жекеше предлог сөздер арқылы жүзеге асады. Мысалы, they are going to Астана. Олар Астанаға бара жатыр. Яғни to сөзі болмаса, ға жалғау болмас еді, олар бара жатыр, Астана болатын еді. Ал to жалғау арқылы біз Астанаға деп зат есімді септейміз. Go деген сөз бару дегенді білдіреді. Келесі, we live in Kazakhstan. Біз Қазақстанда тұрамыз деген сөз. In деген сөз да де жалғауларын жасайды көбінде. Ал to деген сөз бұл бағытты білдіретін предлог сөз, яғни Астанаға, Алматыға бара жатырмын, немесе келе жатырмын деп жасау үшін to сөзін пайдаланамыз. At сөзі inға ұқсайды, бұл да де жалғауларын жасайды, бірақ әрине мағыналық жағынан кішкентай айырмашылығы болады. Мысалы, I am at the park. Мен парктемін. Егер мына at сөзінің орнына in сөзі қолданылғанда, I am in the park дегенде мен парктемін, бірақ in деген парктың ішіндемін дегенді білдіреді. Ал at деген парк жақтамын дегенді білдіретін, сондай кішкентай мағыналық жағынан айырмашылығы бар предлог сөздер. Келесі, етістіктерді үйренейік. Етістіктер go етістігі бару дегенді білдірсе, come етістігі келу дегенді білдіреді. Мысалы, I'm going to Алматы. Мен бара жатырмын Алматыға. I'm coming to Алматы. Мен келе жатырмын Алматыға. Мен Алматыға келе жатырмын. Мынау I am going, I'm coming деген қандай сөйлемдер десек, бұл созылмалы етістік түрі бар ағылшын тілінде. Мысалы, мен бара жатырмын, мен келе жатырмын, мен мынаны жасап жатырмын, мен мынаны істеп жатырмын деп жасау үшін біз осы етістік түрін пайдаланамыз. Егер осы жерде I go болса, мен барамын. I come болса, мен келемін деген сөйлем болатын еді. Мына сөйлеммен қарайық. Мысалы, live деген етістік тұру дегенді білдіреді, бір мекен жайда тұру. Мысалы, I'm living in Алматы. Мен Алматыда тұрып жатырмын. Ал егер біз Қазақстанда тұрамыз деген сөйлем we live in Kazakhstan, немесе I live in Алматы. Мен Алматыда тұрамын. Ал I am living, мен Алматыда тұрып жатырмын. Бұл етістік түрі ағылшын тілін үйрену сабақтарынан қарауға болады. Келесі етістіктер, look деген етістік қарау дегенді білдірсе, see деген көру дегенді білдіреді. Мысалы, we look, біз қараймыз. Мынау, do you see that boy? Сен ана баланы көріп тұрсың ба, көресің бе деген сөз. Watch дегенде қарау дегенді білдіреді, бірақ мына look-тан айырмашылығы бар. Бұл көбінде теледидар қарау, бір бағдарламаны қарау мағынасында айтылады. Мысалы, we are watching, біз қарап жатырмыз. Теледидар, немесе бағдарлама, немесе кино көріп жатырмыз, қарап жатырмыз мағынасындағы етістік. Келесі, hear деген есту, және listen деген тыңдау. I hear, мен естемін. Ал мынау тыңдау, we are listening деген сөйлем жасайық. Мысалы ретінде біз тыңдап жатырмыз. Егер біз тыңдаймыз болсақ, we listen болатын еді, ал тыңдап жатырмыз деген сөйлем жасау үшін біз былай сөйлемді жасаймыз. Келесі, speak деген сөйлеу. Олар сөйлейді, they speak. Келесі, have деген бар болу дегенді білдіреді. Мысалы, we have good books. Бізде жақсы кітаптар бар деген сөйлем жасау үшін біз осы have етістігін пайдаланамыз. Бізде жақсы кітаптар бар. Want деген қалау. Мысалы, they want sandwich and coffee. Олар сэндвич және кофе қалайды. Сэндвич және кофе қалайды деп сөйлемді жасаймыз. Келесі үйренетін етістіктер do және make етістіктері, екеуі мағына жағынан бір-біріне жақын. Do деп істеу деп айтсақ, make деген жасау деген сөз. Мысалы, біз істеп жатырмыз, we are doing. Жалпы do етістігі біз байқасақ, бұл басқа сөйлемдерді болымсыз немесе сұрақ сөйлемге айналдыру барысында көмекші етістік рөлін атқаратын етістік, бірақ көмекші етістіктен бөлек бұл өзі де негізгі етістік бола алады, яғни істеу деп аударылады. We are doing, біз істеп жатырмыз. Make деген сөзбен сөйлем жасайық. We are making bread, біз нан жасап жатырмыз, нан илеп жатырмыз деген сөйлем.
Осы мейктің орнына мысалы do сөзін қолдана алмаймыз, жалпы мағыналық жағынан дұрыс емес. Ағылшын тілінде we are doing bread деп айтпайды, we are making bread дейді. Осылай бұл екі етістікті қолданамыз. Келесі, give деген беру, take деген алу. Мысалы, give the book, кітапты берші. Take that book, ана кітапты алшы, ал деген сөйлем. Келесі, find деген табу, we find, біз табамыз. Lose деген жоғалту. Мысалы, I lose my book every day. Мен кітабымды, өзімнің кітабымды күнде жоғалтамын. Әр күні жоғалтып алып жүремін мағынасындағы сөйлем. Келесі, sit деген отыру, stand up деген орыннан тұру деген сөз. We are sitting, біз отырмыз. Stand up деген, мысалы, біреуге stand up, орныңнан тұр деп сөйлемдерді жасаймыз. Келесі, learn деген үйрену, study деген оқу. We learn, біз үйренеміз, ал we study деген, мысалы, біз мектепте оқимыз, немесе университетте оқимыз. Сөйлемдер кезінде осы етістікті пайдаланамыз. Біз оқимыз. Teach деген үйрету, I teach, мен үйретемін. Етістіктер play деген ойнау дегенді білдірсе, run деген жүгіру, jump деген секіру. They are playing, олар ойнап жатыр. I'm running, мен жүгіріп жатырмын. We are jumping, біз секіріп жатырмыз. Жалпы сөздердің оқылу транскрипциясы міне мұнда көрсетілген. Play, run, jump деп оқимыз. Келесі, move деген етістік қимылдау, немесе жылжу, қимылдату, жылжыту дегенді білдіреді. Мысалы, move, жылжы, қимылда деп сөйлемді жасасақ болады. Келесі етістік walk етістігі, бұл жаяу жүру дегенді білдіреді. We are walking, біз жүрміз, біз қыдырып жүрміз, біз далада жүрміз мағынасында пайдалануға болады. Келесі үйренетініміз зат есімдер. Мына зат есімдерді үйреніп, алдын үйренген етістіктермен сөйлем жасайық. Мысалы, house. House деген үй дегенді білдіреді. Look at this house. Мына үйге қарашы. Мына at деген ға-ге жалғауын жасап тұр. Look at болып қолданылады. Мынаған қарашы деген кезде міндетті түрде look at болып қолданылады. Мына үйге қарашы. Building, ғимарат деген сөз. Do you see those buildings? Сен көріп тұрсың ба, немесе көресің бе анау ғимараттарды деген сөйлем. Table деген үстел, chair деген орындық. Мысалы, move the table. Үстелді жылжыт. I like those chairs. Мен анау орындықтарды ұнатамын. Келесі, room деген бөлме. The room is small. Бөлме кішкентай. Carpet деген кілем. We like the carpets. Біз ұнатамыз кілемдерді. Енді мына етістер үйренейік. Music, voice, sound деген. Music деген музыка, voice деген дауыс, sound деген дыбыс. Мысалы, I listen to music every day. Мен әр күні музыка тыңдаймын. Listen деген тыңдау деп аударылатын етістік. Және музыканы тыңдаймын деген кезде бұл сөз міндетті түрде мына to сөзімен жүреді. Listen to болып жасалынады. Мысалы, мен радио тыңдаймын десек, I listen to radio, I listen to music деп listen to деп жасаймыз. Do you hear that voice? Сен естесің бе анау дауысты? Немесе do you hear that sound? Немесе do you hear the sound? Сен естіп тұрсың ба анау дыбысты деп сөйлемдерді жасаймыз. Behavior деген жүріс-тұрыс, тәлім дегенді білдіреді. Мысалы, children have good behavior. Балалардың жүріс-тұрысы дұрыс екен, жақсы екен мағынасындағы сөз. Келесі, идея. Мысалы, they are thinking about ideas. Олар идеялар туралы ойланып жатыр. Келесі, теледидар, немесе кино дегенді аударып көрейік. Теледидарды ағылшын тілінде TV дейді, ал киноны movie дейді. Мысалы, теледидар қарау, кино қарау деп жасау үшін біз watch деген етістікті пайдаланамыз. She is watching a TV. Ол теледидар қарап жатыр. Don't watch a movie. Кино қарамашы деп сөйлемді жасаймыз. Келесі сөздер homework. Homework деген home деген үй дегенді білдіреді. Мына work жұмыс, үй жұмысы. Мысалы, he is doing homework. Ол істеп жатыр үй жұмысын. Мына do сөзінің орнына мысалы
Ол үй жұмысын жасап жатыр деп make сөзі ағылшын тілінде пайдаланылмайды. Homeworkпен бірге көбінде do сөзі пайдаланады. He's making homework деп жасамаймыз. He's doing homework. Ол үй жұмысын істеп жатыр деп ағылшын тілінде жасаймыз. Келесі казах деген қазақша, English деген ағылшынша. Мысалы, I speak казах, мен қазақша сөйлеймін. Do you speak English? Сен ағылшынша сөйлейсің бе? Деп сөйлемді жасаймыз. Pen деген қалам. Don't lose your pen. Сен өзіңнің қаламыңды жоғалтпа. Park деген саябақ дегенді білдіреді. Мысалы, we are in the park. Біз парктеміз, парктың ішіндеміз деген сөйлем. School деген мектеп, university деген университет. My school is big. Менің мектебім үлкен. Our university is good. Біздің университет жақсы деген сөйлем. Сонымен біз осы сабақта 50 жаңа сөзбен таныстық және оның оқылу транскрипциясын үйрендік, аудармасымен таныстық және мысалдар жасап көрдік.